Баршаңызға сәлем достар. Бүгін өте керемет қыс мезгіліне арналған қайнатуды қажет етпейтін универсальный салат жабатын боламыз. Дәмі керемет болып шығады, жасалу жолы да оп-оңай. Сондықтан менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге қажетті ингредиенттерді осылай жуып, тазалап аламыз. Қиярды осылай ортасынан бөліп, жұқалап турап шығатын боламыз. Осылай жұқа қылып, әдемілеп турап шығамыз. Помидорды да дәл солай ортасынан бөліп турап шығамыз. Менде шамамен 2 килограмм помидор. Егер көбірек істегілеріңіз келсе, көкөністердің мөлшерін көбейтсеңіздер болады. Енді болгар бұрышты да осылай тұқымынан тазартып, соломка қылып, жұқа қылып турап шығатын боламыз. Міне болгар бұрышымызды да турап болдық. Енді пияз қосатын боламыз. Пияз қоссақ ашып кетеді деп қорықпаңыздар, себебі біз бұл салатқа сірке суын қосамыз, сондықтан да ашып кетпейді. Пиязды да осылай жұқалап турап аламыз. Енді сарымсақты күштен өткізіп салатын боламыз. Болгар лабыр жапырағын осылай майдалап сындырып саламыз. Одан кейін қызыл және қара бұрыш қостым көз мөлшерімен. Және сұйық май құямыз. 3 шай қасық тұз саламыз, 3 шай қасық қант саламыз. Араластырғаннан кейін тағы да дәмін көріңіздер. Егер тұзы аз болып жатса, тағы да қосасыздар. Және 70%-лық бір ас қасық сірке суын қостым. Бұл бізде ас көк. Ас көкті мен тоңазытқышта осылай майдалап турап, қатырып сақтаймын. Сонда свежий болып тұрады. Осылай пайдалансаңыздар болады. Енді барлық ингредиенттерді жақсылап араластырып, тұзын көріп, дәмін көріп алдым. Сонымен біздің салатымыз жабуға дайын. Енді банкілерімізді суға қойып, қайнатып, стерильдеп алдым. Қақпақтарды да осылай қайнатып алдым. Енді салатымызды банкіге салып шығатын боламыз. Салатымыздың суы шығып, өте керемет иісі шығып тұр. Суынан да құйып, осылай нығыздап банкілерімізді толтырып шығатын боламыз. Қыс мезгілінде жесеңіздер, өте таптырмас салат. Енді қақпақтарға да осылай сірке суын құйып, жай жауып қоямыз да, осылай баяу отта 20-25 минут шамасында қайнатып алатын боламыз. Осылай астына майлық төсеп қойыңыздар, банкілерім сынып кетпес үшін. Енді осылай қақпақтарын бекітіп шығамыз. Сонымен біздің салатымыз дайын, өте керемет болып шығады. Сіздер де менің рецептіме жасап көріңіздер, ас болсын.